Каналыма қош келдіңіздер ханымдар. Бүгінгі маска біздің беттің салбырауына, әжімге, құрғауына, қамшықтануына өте жақсы көмектесетін керемет нәтижелі маскалардың бірі болмақ. Бұл маскаға қажет болады картоп крахмалы. Картоп крахмалын ғана қолдануға кеңес беремін, өйткені бұл өте жақсы лифтик эффект береді және де беттегі отечностьті алады, ісінуді, бетті ағартады, сонымен қатар әжімін жақсартып беретін болады. Екінші, бізге айран қажет болады. Кефир, магазиннің, қолдың кефирлерін қолдансаңыздар бола береді. 1 шай қасық крахмалға 1 шай қасық айран қостық. Енді бізге майсана майы қажет болады. Осы жерде өзіңізге ұнайтын майды қолдансаңыз болады. Майсана майынан 1,5 шай қасық жеткілікті. Егер бетіңіз майлы болатын болса, майсана майының орнына 1,5 шай қасық лимон суын қосуға болады. Барын жақсылап араластырамыз және де аллергияға тест жасаймыз алдымен. Білекке немесе мойын үстіне кішкене масканы жағып күтеміз 15 минут. Егер қышу, ашу, қызару сезімдер байқалмаса, бұл маска сізге тура келеді. Бұл масканы тазартылған бетімізге жағып 20-25 минут ұстаймыз. Содан кейін жылы сумен жуып тастаймыз. Егер майдың әсерінен бетте жуылуы қиын болып жатса, бет жууға арналған көбікшемен 1 жуып алуға болады. Артынан крем жағып қоямыз. Аптада 1 рет 1 ай курс жасаймыз. Нәтижесі бір жасағаннан байқалады. Курспен жасасаңыздар тіптен керемет. Міндетті жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып, мені қолдаңыздар. Иншалла алда бұдан да жақсы маскалар салатын боламын.